Сәлеметсіздер ме балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін 10-шы тақырып Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Бірінші тапсырма мәтінді оқып, стилінің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін анықтаңдар. Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, КСРО және шетел ордендері мен медальдарының иегері. Орта мектепті бітіргеннен кейін Қазақстан өлкелік комсомол комитеті мен Мәскеудің түсті металл және алтын институтына оқуға жібереді. Институтты ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алған Қонаев Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигіне жұмысқа орналасып, онда бұрғылау станогының машинисі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және оның директоры болып жұмыс істейді. Дінмұхамед Ахметұлы Қазақстан Компартиясы орталық комитеті мен министрлер кеңесінде 42 жыл қызмет етті. Осы 42 жылдың ширек ғасырында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Басшылық қызмет атқарып жүрген кезде Дінмұхамед Ахметұлы өнеркәсіп, құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығының дамуына атсалысты. Ғылым, денсаулық, спорт және мәдениет аяларын дамытуда зор еңбек сіңірді. Қазақ өнерін жоғары бағалаған Дінмұхамед Ахметұлы өнерде жүрген жандарды жан-жақты қолдап, қазақ мәдениетінің дамуына ықпал етті. Өнер ордалары, мәдениет үйлері өз қызметін бастады. Қазақ жерінің барлық аймақтарында дерлік білім және мәдени ошақтар ашылып, тұрғын үйлер тұрғызылып, әлеуметтік нысандар салынды. Олар бүгінде халық игілігіне қызмет етуде. Өзі өмір сүрген күрделі уақыттың адал перзенті бола білген абзал азамат 1993 жылғы тамыздың 22-сінде 82 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Қазақстан тарихында есімі алтын әріптермен жазылған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев қазақ елінің дамып көркеюіне сүбелі үлес қосып, халық есінде кемеңгер тұлға ретінде мәңгілікке сақталады. Асыл білім кз сайтынан. Енді балалар сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Дінмұхамед Қонаевтың еңбек жолынан нені аңғаруға болады? Әділдікті ту еткен тұлға екенін, халқы үшін бар өмірін арнаған еңбекқор жан екендігін аңғарамыз. Қоғам қайраткері Қазақстанның даму жолында қандай елеулі қызметтер атқарды? Өнеркәсіп, құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығының дамуына атсалысты. Ғылым, денсаулық, спорт және мәдениет аяларын дамытуда зор еңбек сіңірді. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма балалар. Дінмұхамед Қонаевтың даналық сөздерінен өздеріңе ұнағанын жаттап алыңдар. Көз өзіне сенеді, құлақ өзгенің сөзіне сенеді дегенді естен шығармалық. Сенім деген құдіретті күш, ол сеңгір тауды да қозғайды. Хан келеді, кетеді, халық қалады, халық қалса, тақ қалады. Абыройдың ақ отауын тіктім деген кісінің пенделігі аз болмайды. Адам жанына ізгілік нәрін сепкен ұстаздан үлкен кім бар? Орынды сын ойлантпай қоймайды. Панам да ел, данам да ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Балалар, қандай керемет сөздер, я? Сіздер жаттап алыңыздар. Үшінші тапсырма: үлгіге қарап 2-3 минутта өз өмірбаяндарыңды жазыңдар дейді. Балалар, жазып көріңіздер. Ал ендеше мен сіздерге тағы да бір үлгі ретінде бір өмірбаянды оқып берейін. Мен Ермұрат Аяна Архатқызы 2014 жылы Астана қаласында дүниеге келдім. Отбасымызда 8 адам бар. Атам, әжем, әкем, анам, ағам, әпкем, інім және мен. Атам мен әжем зейнеткер, ай сайын зейнетақы алады. Әкем Ермұрат ұлы Архат қалалық емханада ортопедиялық стоматолог. Қызметі тісті шегендейді, тіс, жақ, таңдай және бет кемістігіне протез жасайды. Анам Асылбек қызы Асылай номері 18-ші орта мектепте
биология пәнінің мұғалімі. Қызметі оқушыларға білім беру, электронды күнделік толтыру, БЖБ, ТЖБ тексеру, тағы басқа. Ағам Серік әмбебап дүкенде кассир болып жұмыс жасайды. Әпкем Қарақат қалалық емхананың жан сақтау бөлімінде мейірбике болып жұмыс жасайды. Інім Жанасыл дара бала бөбекжай бақшасына барады. Мен 2019 жылы номері 23 мектеп гимназиясының 1 сыныбына қабылдандым. Қазір 5 сыныпта оқимын. Балалар, сіздер де осылай жазып көріңіздер. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма, өмірбаянда термин сөздерді, неологизмдерді көбірек қолданыңдар дейді. Ал қазіргі жазылған өмірбаяндағы термин сөздер мен жаңа сөздерді тауып көрейік. Термин сөздер: ортопедиялық стоматолог, тісті шегендеу, протез, электронды күнделік, ТЖБ, БЖБ, жан сақтау бөлімі, мейірбике. Ал жаңа сөздер: зейнеткер, зейнетақы, бөбекжай. Мейірбике сөзі де жаңа сөзге кіреді, балалар. Мінекей, сіздер де осылай қолданып жазып көріңіздер. 5-ші тапсырма: елге сыйлы ерен еңбек иесі тақырыбында аргументативті эссе жазыңдар дейді. Ал ендеше тыңдаймыз. Елге сыйлы ерен еңбек иесі. Өзінің үлкен мәдениеттілігімен, иман жүзді зеттілігімен және қарапайымдылығымен елді баураған Дінмұхамед атамыздың елімізге сіңірген еңбегі өте көп. Ол өз заманының ұлы саясаткері бола білді. Өктем саясаттың ығымен кете бермей, ел мүддесін, болашақ қамын да бір сәт естен шығарған жоқ. Димаш атамыз республиканы басқарған кезде экономика, білім беру, мәдениет саласында үлкен өзгерістер болды. Жаңа қалалар мен елді мекендер салынды. Қазақстанның ғылыми және зияткерлік әлеуеті айтарлықтай өсті. Өзбекстанға беріліп кеткен қазақ жерінің біраз бөлігін қайта қайтарып алды. Қорыта айтқанда, 20-шы ғасырдың екінші жартысында қазақтың ұлттық санасының өсуіне, еңсесі көтеріліп, ұлт ретінде ұйыса түсуіне Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ерекше үлес қосты. Сондықтан Димаш Ахметұлы Қонаевты тәуелсіздігіміздің іргетасын қалаушы бір саясаткер ретінде оқулықтарда лайықты орын алды. Өнегелі өмірі жастарға насихатталуда. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, халқы үшін қалай аянбай еңбек етсе, елі де оны дәл солай ұлықтап төбесіне көтерді. Балалар, осымен сабағым аяқталды. Мені жоғалтып алмас үшін арныма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.